Ассалаумалейкум жандарым. Тиктоктағы хит бала Махмуд мына. Таласпай қойды, бұл қырғыздың баласы. Арнайы келіп екеуміз мына Бішкекте кездесіп отырмыз қазір. Сіздердің құрметтеріңізге қандай әнді айтасың? Қай әнді жаңа? Уақыт. Уақыт! Кеттің давай. Ол кезде бәрі тәтті еді, ауылда, көшенің заңы қатты еді, енеге, ей бауырға, жиналыс едік топ болып, далаға, ал қазір кеттік жоқ болып қалада, ей қалада, уақыттар сулап жорғадай, кешеде қалған жолдар-ай, кешегі бұзық бозбалай, әке болған-ай, балалық шақта шегінсек, ғашық боп қайра келушек, кешегі сұлу қарындас, бүгін келіншек. Ол кезде тойлар өтетін, палатка, қаладан қыздар келетін қонаққа, ей қонаққа, сабақтан шиқаш едік, бөбекке, лукменен амандаш едік, агентпен, ей агентпен, уақыттар сулап жорғадай, көшеде қалған жолдар-ай, кешегі бұзық бозбалай, әке болған-ай, балалық шаққа шегінсек, ғашық боп қайра келушек, кешегі сұлу қарындас, бүгін келіншек. Ана бозбала деген жағы бар ғой, бұзық бала деген ше, бүгін әке болғана деген, сол мен туралы ғой. Махмуд, рахмет бауырым, алтыным, жаным, красавчик, өркенің өссін, красавчик. Мен ана тиктоктан сені көрдім ғой, сразу даусыңа ғашық болдым. Сразу ғашық болдым да шыдай алмай сразу жаздым саған. Красавчик, молодец. Өркенің өссін. Енді Құдайым бұйыртса, болашақта может сені Қазақстанға шақырамыз. Мен осы әннің авторы, осы баламен хабарласам, сол інішегімізге айтамыз, сол бәріктеріңе бір не жасап береміз. Сені Қазақстанға шақырып, бір концертке ма, бірдеңеге. Қызық, бізде бар ғой енді, көп қызық премия бар, қызық таяныс бар, көп бағдарламалар бар. Сол балалардың бәрі сені білет, барлықтары көрген, молодец, тек қана алға, красавчик. Қанатын талмасын, шаба бер. Енді менің подписчиктеріме не айтасың? Ерболат Байекең подписчиктеріне еміне деп айтасың, ошол. Не деп айтышымды да білмей тұрам. Осол арамда оғып, аябай жырғап жүріңдер дейді. Не дешімді білмеймін. Салам айтсам подписчиктеріңіз. Негізі ғой? Сізді көргені келдім да мен. Мені көргені? Мені жолығышыны қалап келдім. Қазақтар көрдіңдер ма? Мені көру үшін келеді мені. Қырғыздардың өзі келеді. А сендер мені ё-моё сыйламайсыңдар. Өзінше оққаншы, жаным, жан бауырым, алтыным. Өркенің өссін, мықты бол. Біз саған әрқашан поддержка береміз. Енді қолымызда бейтіп қалған мынандай ақша неміз жоқ біздің соншалықты. Бірақ
информационный қолдан келгенше сені қолдауға, қолымыздан келгенше бір саған кішкентай болса да бір поддержка беруге тырысамыз. Біз сені қолдаймыз, жақсы көреміз, Махмұт. Әрқашанда. Өзі сонда не екен? Ұяң бала екен. Негізі анандай өнерлі адамдар сондай болады ғой. Ұяң болады ғой. Сенің даусыңның краскасы өте әдемі. Даусыңның. Осы краскаңнан айырылма. Мына краскамен айтатын болсаң, сен әлі талай биік шыңдарды бағындырасың. Қазіргі сендердегі номер 1 Қырғызстандағы әншілер кім? Мирбек Атабеков. Мейірбек Атабеков бар ғой. Солардың алдына шығасың сен. Мақта өненген ана композитор гармонмен айтатын кім еді? Бек Борбиев. Бек Борбиевтің да мысалға несі бояу күшті ғой даусының. Сонылардың алдына шығасың сен деген. Тек қана осы бояуынан айырылма. Вообще ана Европа бірдеңеге еліктеп, асфальтный дауыспен ән айтпа. Өзіңнің колоритің, қырғыздың колориті бояу ғой, қоңыр бояу. Осы қоңыр бояумен әдемі ән айт, и сен алдыға шығасың. Өйткені халық сені қолдайды. Потому что мен өзіміздің колорит қандай, қазақ пен қырғыздың колориті бір ғой. Мен өз колоритімді жақсы көремін тыңдаған кезде. Өз колоритіммен, мысалы, Европаның әнін айтса да, қазаққа бояумен айтатын болса, маған ұнайды. Ал уже Европаның әнін европалық бояумен айтатын болса, маған ұнамайды. Потому что оны европейцтердің өзіне ұнамайды. Оны постоянно өздері тыңдап жүр да. А сен необычный голоспен айтасың да, дауыспен айтасың. Это шедевр болады, красавчик. Өзің жасың нешеде? 18-де. 18-де қай жерде оқисың? Ош обласының Ниязалы Бұрышев атындағы музыкальный училищеда оқимын. Ниязалы Бұрышев атындағы, иә? Ош деген осы Бішкектен қанша километр? Қанша? 700. 700? 12 сағат. Біздің Тараз бен Алматы сияқты ғой, иә, сонда? Шымкент пен Алматы сияқты ғой, иә? Ё-мой, сол жерден келдің ғой мен үшін. Ішіп кетемін ғой мен. Мен сен үшін Қазақстаннан Қырғызстанға келдім. Мына съемканы сылтаулатып. Сен жантан бері ойладың. Бағанадан бері сенен ұялып отырмын. Махмұт, бәрін айтамын. Мен сендер көрген жоқсыңдар ма не? Махмұтты білмейсіңдер ма не? Қаншасыншы курстасың? 3. Одан кейін не істейін деп жатсың? Консерваторияға. Осы жерге келесің, Бішкекке, иә? Ай, красавчик. Бішкекте консерваторияда менің таныстарым жоқ, иә? Бар еле болуш керек, да? Асқат Мұсабеков тұрсақ береді. Мен көбінесе актерларды танимын қазір. Актерлармен араласың ғой бұл жақта. Бейсеналио дауыс керексіз. Кімді танимын, жаңағы Бишналиевті танимын, баласы кім? Ой, аты кім еді? Кім ше бізде? Сакеда ойнаған. Ой, атақты Бишналиевтің баласы ше? Фу, ё-мой, аты кім еді? Актер сендерден. Вы не знаете, что ли? Блин, атын ұмытып қалған ба? Қазақстанда актер. Ай-ой. Ой, бізде нені